Видеода реклама жоқтығы үшін лайк басуды ұмытпаңыздар. Табиғат әлемі соншалық қиын болғандықтан оларды толық зерттеу мүмкін емес. Кейбір кездерде табиғат адам сенгісіз мутанттарды жаратып бізді қорқуға салады және қатты таңғалдырып тастайды. Демек, ассалаумағалейкум, сіздердің тамашалап отқан каналдарыңыз Smart Қазақ арнасы. Аргентина мемлекетінің фермерлерінің бірінде басы адамдікіне ұқсас ешкі баласы өмірге келді. Бұл ешкі баласы басқа ешкілердің лақтарына мүлдем ұқсамайтын еді, және оның аузы тар болғандықтан оның егесі қасық пен сүт тамақтарда беріп көрді. Бірақ бұл ешкі баласы 3 күннен артық өмір жалғастыра алмады. Ол 4-ші күнге жетпей өліп қалды. Оның мутация себебі әлі белгісіз болып қала берді. Бір өкініштісі, осындай мутанттар жер шарында көптеп кездесіп тұрады. Мысалы, Филиппин елінде адамға ұқсас шошқа дүниеге келді. Бұл Жаңа Зеландияда кездескен форел балығы. Анни атты азамат өзінің досымен бірге балық аулауға барады. Олар қармақтарын лақтырып, біраз уақыттан кейін балықта түседі. Bir қарағанда ол балық басқа балықтарға мүлдем ұқсамайды. Ол балықтың астыңғы жақ сүйектері ұзын, ал үстінде мүлдем болған жоқ. Осы бір 4 құлақты мысық Польша мемлекетінде өмірге келген. Оның аты Фрузия. Фрузия жер жүзіндегі 4 құлақты мысық болып әлемге танылып кеткен. Құлағын есептемегенде ол кәдімгі мысық, ойнағанды жақсы көреді. 2 құлағы кәдімгі мысықтікіне ұқсайды, ал қасындағы 2 құлақ оны басқалардан ажыратып тұрады. Бұл сұмдық балық Волга өзенінен табылған. Оны барлығы жауыз балық деп те атап кеткен. Оның тістері өте өткір болғандықтан ағашты бір тістегеннен сындырып тастайды. Бұл 3 аяқты үйрек баласы Бразилия мемлекетінде өмірге келген. Bir қарағанда ол басқа үйректерден мүлдем айырмашылығы жоқ. 2011 жылы Таиланд мемлекетінде 2 басты қолтырауындар өмірге келді. Олардың басы 2 бөлек, бірақ денелері бірігіп кеткен. Ғалымдар оларды әлі күнге дейін зерттеп, нәтижесін шығара алмай жатыр. Екі басты жылан қазіргі таңда Франция мемлекетінің музейлерінің бірінде асыралып келеді. Бастары 2 бөлек, ал денелері бірігіп кеткен. Олар бірге тамақтанады, бірге ұйықтайды. Соған қарамастан музейдегілердің айтуы бойынша екеуі бір-бірімен ұрсып қалатын күндерде жиі кездеседі екен. Музейге келетін адамдар ең бірінші осы жыланды көру үшін келеді екен.
Екі басты бақа, олардың туылғанына 8-ақ күн уақыт болды. Bir қызығы, олардың басы екі түрлі әлем, ал денелері бірігіп кеткен. Бұл бақалардың қандай мутацияға ұшыраған ешкім түсіндіре алар емес.